Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін небәрі 2 ингредиенттен жасалатын осындай дәмді безе жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды ақ пен сарыға ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ақ уыздарын кішкене уақыт миксерлеп аламыз. Бізде қол миксері, бірақ сіздер кәдімгі миксерді алсаңыздар болады. Енді осы ақуыздарымызға барлық қантымызды бір-бір қасықтап отырып қосамыз. Жұмыртқаның ақуыздарына барлық қантымызды қосып болғаннан кейін бізде өзінің формасын жақсы ұстайтын аппақ масса шығу керек. Міне біз өзіміздің ақуыздарымызды осындай күйге дейін миксерледік. Енді дайын болған аппақ массамызды пакетке немесе кондитерлік қапшыққа саламыз. Және противеннің үстіне төселген пергаментке осындай кішкене безелерді жасаймыз. Безелерді 100 градус температурада 1 немесе 2 сағат духовкаға салып кептіреміз. 1 сағат өткеннен кейін бізде осындай керемет дәмді безелер дайын болды. Безелер тәтті, жеңіл және ауызда ериді. Каналымызда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.